деп жүрмін. Қоқыс неге толып кетеді? Мен қайдан білейін неге толатынын? Қарным ашты деп әр нәрсені жей бересің, сосын салмақ тастаймын деп. Кериман, мына жаққа қара. Ай, шәрттілер келді ме? Кериман, Кетіңдер, кетіңдер. Кериман, мына жаққа қарасаңшы. Кетіңдер, жоғалыңдар. Кериман, бері қара. Ай, Асуман ханым. Ай, жаным, Қорқып кеттім ғой. не деген кезде соқты Асуман ханым. Түскі асқа бара жатқанмын, маған серік болсаңшы. Мен бе? Иә, бар сөмкеңді алды, тез шық. Қазір сөмкеммен сырт киімімді алып қоямын. Таксиде күтем. Не деген досынсый? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Тапсырыс бересіздер ме? Иә, маған теңіз салатымен сусын әкеп бермеші. Әрине. Сіз не қалайсыз? Қуырылған ет, сосын лахмаджун алайын. Үлкен емес, кішкентай бар еді ғой, қалай ет? Фундук лахмаджун. Иә, үшеу. Одан көбін жей алмаймын. Сосын ақ желкен қосылған салат. Одан кейін бір дөнер әкеліңіз. Астындағы нанын көп қылмай-ақ қойыңыздар. Тау салмаймын. Салмақ тастап жүрмін. Тәттілерден кейін кофемен бірге тапсырыс берем. Қане, енді бар. Жақсы, қазір әкелем. Салмақ тастап жүргенің жақсы екен. Адам өзіне қарау. Байқамаса тез толып кетеді екенсіз. Дұрыс айтасың. Иә, Кериман. Не жаңалық болып жатыр? Не істеп жүргеніңді айтсаңшы. Ай, нені айтайын, білмеймін тіпті. Жұмыста жүрміз, сол Диляра ханымға рахмет. Соңғы кездері жұмысымызды жеңілдетті. Анығын айтқанда, солай істеуге мәжбүр болды. Бүкіл шаруаға қол тимей кетті. Сөйтіп күніміз әлгі Беріл ханымға қарап қалды ғой. Серіктесі бар еді ғой. Ол әйел нағыз зымиян болып шықты. Сұмпайының нағыз екен. Не айғайлайды да жүреді. Біресе ананы әкел, біресе мынаны әкел. Неменеге сонша айғайлайды? Жақсы, иә, ақшасы бар. Бай әйел дейік. Бірақ маған дауыс көтеруге қандай хақы бар? Диляра ханым сенен 10 есе бай, Беріл ханым. Бірақ ол бұлай зекіп сөйлемейді ғой. Диляра ханым адамгершілігі мол адам. Ай, дәл солай. Диляраның ар ұяты бар. Жүрегі жұмсақ. Жаны нәзік. Бәрінің көңіліне қарайды. Петеркенге ренжи салады. Өзі тағдырдың тәлкегіне ұшырағандай, басы бәледен арылмай-ақ қойды. Біреуі бітсе, екіншісі жабысады. Ол азда Экрем шықты. Экрем бе? Экрем деген кім? Жарайды, саған айтайын, Кериман. Айт. Экрем, анамның алыс бір жамағайын туысы. Талай жыл шет мемлекетте тұрған. Сол жақта құмар ойын ойнаған ба, білмеймін. Бар байлығын соған тігіпті. Енді осы жаққа келіп, осындағылардан ақша алмақ көрінеді. Маған да қоңырау соқты. Әрине, аузының несімен бірден қайтардым. Бірақ енді Диляраның мазасын алама деп қорқамын. Оны да әбігерге салып жүрсеші. Экрем деген кім? Сипаттап берші, қандай адам? 60-65 жас шамасында. Жасы келген, жақсы киінген ер адам. Сырттан қарағанда жөні түзу адам деп ойлап қаласың. Мен оны танимын, Экремді танимын. Қайдан танисың? Диляра ханымның жұмысына келген, сонда көргенмін. Рас па? Иә, Диляра онымен кездесті ме? Кездесті, егер оны кездесу деуге болса. Әуелі біраз сөйлесті, сосын ашуға басып, айғайға басты. Қалай ашуланғанын көрсең ғой. Қалай, өтірікші, арамза деді. Айтпағаны жоқ. Сосын күзетті шақырып, апыр-топыр әлгі адамды сыртқа шығарып тастады. Сосын